Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Бүгін осындай пешке піскен пирожкилер дайындаймыз. Жаңа рецепттерді жіберіп алмаш үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше бастайық. Ол үшін бізге 200 грамм ерітілген сары май, жарты литр жылы сүт, 3 ас қасық қант, 1 ас қасық тұз, 1 ас қасық ашытқы, жақсылап бәрін араластырамыз. Ұнымызды електен өткізіп, жұмсақ қамыр илейміз. Бетін жауып, жарты сағатқа қалдырамыз. Көтерілген қамырымызды бірнеше бөліктерге бөлеміз. Бөлінген бөліктерімізді оқтаумен жайып, ішіне салмасын саламыз. Кез келген салма салсаңыздар болады. Менде пюре. Жақсылап бекітеміз. Бетіне жұмыртқа жағамыз. Үстіне кунжут немесе мак сеуіп 180 градуста 30-35 минут пісіреміз. Барлықтарыңыз ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.